Сәлем достар, сіздермен бүгін аджиканың ащысын дайындайтын боламыз. Әр жерде әртүрлі айтылады. Аджика, кобра, огонек, бізде аджика деп аталады. Өте қарапайым заттардан тұрады, тез дайындалады, ешқандай қайнатудың қажеті жоқ. Ол үшін осындай керек ыдыс, тартқышты және ащы бұрыш дайындаймыз. Бұлардың барлығы менде жуып тазартылған. Ащы бұрышты тек жуып бірден өткізе бересіздер. Осылай тартқыштан өткізіп, арасында бөліктерге бөлінген тәтті болгар бұрыштарын саламыз. Араластырып, одан кейін сарымсақтарды салып жібереміз. Барлығын өткізіп, араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Тұздың өте көп керегі жоқ. Онсыз да ащы болып шығады. Жақсылап бір-біріне сіңгенше араластырамыз. Араласқан соң керек ыдысымызды дайындап, соған бөліп құйып шығатын боламыз. Ешқандай стерильный банка, қақпақ дегеннің қажеті жоқ. Осылай құйып бірден жауып қоя бересіздер. Өте әдемі болып шығады. Тамақтарда адамның аппетитін ашатын осындай ащыларды дайындауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған лайк басып